Ал сәлем берген саулық береді деген ассалаумағалейкум. Арыстанбап Қожа Ахмет Яссауидай даласы бар, Әл-Фараби, Шәкәрім, Абайдай данасы бар, Домалақ, Умай, Зере, Олжандай анасы бар, құрметті Аянадай қыздары Нұрбектей баласы бар, Рәзиядай анасы бар, Мейрамбек көкеміздей ақыл айтар данасы бар ағайындар. Ошақтылардың қуанышына қош келіпсіздерде бір амандасып алайық. Бүгін ошақтылардың елінде, оның ішінде ошақтылардың ішінде ең жүректері жайсан, ақ көңіл келетін қоңыр елінде дүбірлі той. Кеше ғана ас ойнап жүрген біздің бала Нұрбек өзінің теңі тапқан екен, Құдайға шүкір. Бүгін Аянадай келінді қолымызға құс қылып қондырғанымызға біраз уақыт болды. Бүгін жаңа құдалар төрге шығып қан атанып отыр екен. Жаңа құдаларға шыққан түрлеріңіз құтты болсын деп бір қол соғып қойсаңыздар шапайындар. Қош еместер. Рахмет. Енді ортаға рұқсат етсеңіздер, екі жастың тойын жасап ән қылып, ұл қызының жайын жасап сән қылып, ата-ананың парыз екен мәңгілік жаратқан соң өз қанынан жан қылып дейді қазақта. Рұқсат етсеңіздер ортаға мен қазір екі жасты шақырам, бір сәтке орнымыздан тұрсақ бола ма ағайындар? Біздің Нұрбек пен Аянаның жүректері толқып тұр, қазір ортаға жар-жармен шығайын деп тұр. Ана аяғым ауырады, тұрамайым, белімде грижам бар деген үлкен кісілер отыра берсе болады. Әрине, рұқсат. Әлі жасымыз қараңғағыр, өміріміз енді асталды, тұрамыз, не болыпты сонша деген апалар болса тұрыңыздар, тұрған денсаулыққа пайдалы. Ал бүгінгі тойда баршамыз ән саламыз, көңіл атты ауылға жар саламыз, шапалақ ұрып, ортаға Алаш тобының әдемі әнімен екі жасты қарсы аламыз. Той қыласыз. Құдайға шүкір, өмірде бақытты адам болмайды, бақытты сәттер ғана болады дейді. Біздің екі жас Нұрбек пен Аянаның бақытты сәттері осындай сәттер. Екі жастың ағотауы жұмаққа, көңілі мөлдір бұлаққа, айналасы дәл сіздерде жайқалған құраққа, ол қыздары жандар шыраққа айналсын. Әумин, жастарды бақыт төріне шығарып салайық. Той қыласың ағайын. Жастар төрге. Жас жұбайларды жайғастырдық. Ендігі мәселе дастарханның бетін ашып алайық. Байқайым жода бата берілмейінше дастарханға тиісуге ялып отқан сияқтысыздар. Сондай мәдениетті екенсіздер. Әсіресе әйелдер вообще түнкен жоқыр. Бауыржан Момышұлы атамыздан сұраған екен, бата деген не деп? Бауыржан атамыз айтқан екен, бата деген Алладан тілек, бата деген шынайы ниет, бата деген әдебиет, бата деген мәдениет, бата деген қасиет, бата деген өсиет деген екен. Сондықтан да үлкенден бота қалғанша бата қалсын деп, әулеттің үлкендері Егемберді көкемізден Абай көкемізді шақырамыз. Келіңіздер, тойдың бетін ашып беріңіздер. Қош келдіңіздер көке. Жасымыз деп жүруші едіңіздер, Құдайға шүкір бата беретін жасқа келіппіз ғой міне. Уақыт деген қандай. Жер жауынмен көгереді, ел батамен көгереді, қазақтың қазынасы, ағалары қателессең ақыл айтып жөн береді. Әумин. Әумин, қабыл болсын. Тілектеріңіз löпілдеп тұр, жүректеріңіз тәңіріміздерге гүлден берсін, жастарыңыз жүзге келсін. Әумин. Аға төрге шығыңыздар. Бақыт болсын. Ал ағайындар, міне енді дастархан ашық деп жарияланды. Мейрамбек ағамыз бен Рәзия анамыздың дастархан ашық, ялмай, қысылмай тәмтатыңыздар. Әсіресе әйелдер ялмасыншы. Мен көп әйелдерді байқаймын тойда. Тарелкаларын толтырып алады да жемейді қарап отырады. Тарелкалары тола бірақ жемейді. Қасындағы еркек жейін десе, оған да жегізбейді ғой, өлдік пе жалғаусыз отыршы. Сосын свет бір өшіп жаққанда тарелкалар пустой болып болды. Еркектер ашық айтады да, жеңіздер сіздер үшін жайылды ғой, қалғанын итак алып кетеміз.
қазір тұққамайтын болдың да ана кететін заман болды. Так что сіздер үшін жайымды ұялмаңыздар. Дастарханда ырыс дейді, ішіп жеген дұрыс дейді, таяқ жерге тасталды, ошақтардың дүбірлі тойы басталды. Ортаға бірден тойымыздың алғашқы тілек кезегін беріп алайық, сосын әңгімемізді жалғастырамыз. Ал амансыздар ма, құрметті әулеттің үлкендері, қош келдіңіздер. Тіфай-тіфай құлпырып кетіпсіздер. Келіндеріңіз жақсы ғой деймін. Қазақта сөз бар, келін жақсы болса ене құлпырады дейді. Ал ене жақсы болса келін құтырады дейді қазақта. Келін жақсы болып ақылдар құлпырып жүрсін. Той-той қыласың аға. Соны айтып тұр ғой, еркек алда жүреді. Естеріңізде болсын. Қазақстанда еркек алдында жүреді, әйел артында жүреді. Ал Ауғанстан бар ғой, о жақта наоборот әйел алдында жүреді екен, еркек артында жүреді екен. Неғып десеңіздерші, өйткені о жақта жерде мина көп екен да. Құдағисыз ғой енді. Мына құдағидың үстіндегідей көйлек бар ғой, Қазақстан бойынша екі ақ адамда бар ғой. Біреуі құдағида, екіншісі Қайрат Нұртастың енесінде. Рахмет. Қалған енді қосылатын шығар. Онда Тәңірім сіздерге гүлден берсін, жастарыңыз жүзге келсін, жақсылық әрқашанда тақау болсын, келіндеріңіз сөз қайтармайтын мақау болсын. Бір сөйлескен солай. Біздің Нұрбек пен Айдана мәңгі бақи бір жастықта қартайсын ба? Нұрбек пен Айдананың бала шағасының саны 10-нан ассын ба? Жәндеріңіз ашпайды. Нұрбек пен Айдана Қазақстандағы ең бай адамдардың қатарына кірсін ба? Нұрбек пен Айдананың бала шағасының ішінде Қазақстанның болашақ президенті шықсын ба? Бәрекелді, екі жас мәңгі бақытты болсын деп айтамыз. Сіздерге бір сұрақ. Осы былтырғы 2024-те әйеліммен вообще ұрысқан жоқпын деген еркек бар ма? Қол көтерсінші, бір приз бар еді дересін айтып. Приз бар. Қайсысы? О, 2024-те әйелімен ұрыспаған. Бір жыл. Кеңіз, құдеге. Ой, тұрмай. Әйелімен бір жыл ұрыспаған еркек мәссаған сұмдық қой. Мен мысалға күніге бір рет ұрсам, алдымнан өтсе не, артымнан өтпедік деп бастай береміз. Қалай ұрыспай жүрсіз құдеге бір жыл? Петропавлдан келіп 3000 километр тастап. Бөлік тұрғанын ұрыспаймыз ғой. Әйеліңіз осы жақта тұра ма? Әйелім Алматыда тұрады. Сіз? Петропавлда қызмет бар. Жағдай дейін екен. Келіншегіңіз осы жерде отыр ма? Отыр. Көрейікші, күйеуімен бір жыл ұрыспаған қандай келіншек ол? Ой, тұрмай, өзі ұрыспайды да, келіншек екен. Бір ұрса құлай деп тұрсын. Келіншегіңіздің елі қандай, руы қандай? Албан. Ой, мықты. Қазақта сөз бар. Албанның қызын алған еркек жұмаққа барады деген құдеге білесіз бе? Еще тағы бір сөз бар, айтайын ба? Мынандай сөз бар. Албанның қызын алған еркек или әйелінің айтқанына көнеді, или өледі деген сөз бар. Өзіңізге ойлансын. Рахмет құдеге, тату-тәтті болыңыздар. Қол соғып шығарып Ал, қош келдің Құдай қосқан құдаларым. Төрімде не десең де құбаламын. Бір жүріп бірге тұрып қызықтайын, өмірдің енді қалған нұраламын. Сіздерде қыз бар екен, бізде ұл бар, Құдайға шүкір. Екі жастың арқасында екі ауылдың арасына 6 көпір салынып жатыр. Үлкендерімізден бастайық. Батыр еркек өз жұртының ағасындай дейді. Төрге шыққаныңыз құтты болсын Құдайға. Арқырай кетті, құдағилар бар ма? Біздің келіннің анасы ма? Қайсысы о құдағи? Ойбай, тал бесігін тербетіп, тар босаған кеңейтіп, тас емшеген жібітіп, 9 ай толғатып, біз үшін арнайы келінді дүниеге алып берген құдағиға қалай шапалақ ұрмайсыздар ағайындар? Құдағидің 100 жыл екен, молодец, Нұрбек жолың болды, енеңнің 100 жыл екен, неше түрлі енелер бар ғой. Менің енемді көрсеңдер ғой, мұз той ғой. Тәуекел құдағиның 100 жыл екен. Рұқсат етіңіздер. Рахмет құдағи, қандай тамаша. Құда бала ма? Туған інісі ма ағасы ма? Женем жаман болса да жағам жақсы,
Дейін барып көре беріңіз. Көйлек деген мынандай болу керек қой біле. Қаяқтан алдыңыз? Шымкенттен. Öyle. Қай базардан? Автонұр. Автонұр базарынан ба? Бәсе адырасынан ешік бірақ. Бағасы қанша болды? Айтпай қой. Міне жетіскендер айтып баққан жоқ. 50 мың теңге деп айтты ғой, айтсаңшы. 70 мың. Ой, бізден асу керек. Мейлі. Сіз қаяқтан алдыңыз? Магазиннен алдым. Қай магазин? Софиядан. Таразда ма? Таразда. София деген магазин бар ма Таразда? Бағасы қанша болды? 65. Бесіндегі жетке көріпсіз бе деймін? Сіз қаяқтан алдыңыз, Құдаша? Менікі дизайнерский, 39 мың теңгеге алдым. Өлі? Өтірік айтып жатқан жоқ. Шын айтып жатырмын. Рас қой, бұл жақта қайсы өтірік айтып жатыр, 70 мың орда кетір. Дизайнерский деген не әңгіме ол? Қолдан тігілген деген әңгіме ма? Бұның қазақтың бір қызы ойлап тапқан өзі сол тіккен. Содан бұл трендке айналып, бүкіл қазақ қыздары қыз ұзатуына, сырға салуларына, тойларына киіп жатыр. Рекламамен дұрыс жібереді екен. Дұрыс қой, міне бренд деп осылайда шапада ұрып қоймайсыздар ма? Қолдан тіккен, қазақтың бір қызы тіккен. Түсініңіздер ма? Қырғыздың әйелдері тікпеген, қазақтың қызы тіккен. Так, сіз қаяқтан алдыңыз? Гранд базар. Өлі, бәсе құсап тұр. Қанша болды бағасы? 70 мың. Гранд базарда қымбат еді, жақсы бірақ 70 арзан емес қой. Келші, сіз қаяқтан алдыңыз? Алматыдан. Алматы білмейтін дұрыс па? Қай жерден? Магазиннен. Да, бағасы қанша болды? Есімде жоқ болды, Ой, не қор ашамыз ғой деймін. Рахмет, шапалақ ұрып қол соғып қойыңыздар ағайындар. Қай көйлек ең әдемі деп ойлайсыздар? Ең әдемі. Бәрі өзінше әдемі, е? Әрқайсының өзінің әдемілігі бар, бірақ ең әдемі көйлек мен ойымша Құдашанікі супер. Қазақтың қызы тіккен. Коломбоның өзі сықыр жіберді адамы. Құдашаға арнайы приз берейік. Құдаша, міне өзіңізге болғанмен бағасы арзан емес пе? Қайсынан бар мына әйелдер нормально ма? Кейбір зат дәу болғанмен арзан болып шығып. Рахмет. Және екінші орын алған сонау Шымкенттен бірдеңе деген базарда, қай базар дедіңіз? Автонұр деген базардан көйлек алған әкпеме екінші орын бар екен. Үшінші орында жасына қарап бере береміз ғой мінекей әкпе өзіңізге. Қалғаны осы сұлу қыздарға да бір сыйлық беріп қояйық. Бәріңіздің көйлектеріңіз ерекше әдемі. Тамаша ана екі қызда күтіп тұр ма? Береді деп сөйлесіз. Екінші тұрады ғой. Рахмет. Молодец, тойдан қайтсын өстіп сұлу болып жүре беріңіздер. Қол соғып шығарып салайыңыздар. Нұрбек пісіп қой, өзі бәрін істейді ғой шіркен. Қазір современный ергенді Құдайға шүкір осындай болу керек. Нұрбек, біріншіден дәм татқызасың, өз қолыңмен бір вилкадан бір тортты ал, шағын қосып, алда бір сөз айтып барып келінге дәм татқыз, кез келген сөз. Бақытты бол. Қандай әдемі сөз бақытты бол дейді. Келін, сізде бір сөз айтып. Бақытты болайық бірге. Бақытты болайық бірге дейді. Рахмет, енді Нұрбек, мынандай дос ешкімде жоқ. Сен үшін до конца 100 рет тұрып, 100 рет отырды төрдеші, шалбарының тізесі шығып кетті уже. Досыңа дәм татқыз өз қолыңмен, бұндай дос ешкімде жоқ. Ендігі жол осы бауырында болсын, басы екеу болсын, Құдай қаласа, давай. Жұғысты болсын деп жатырмыз. Өз қолыңмен досыңа дәм татқыз. Ай, тамаша. Келін сіз подружкаңызға бұндай құрбы ешкімде жоқ. Мінекей, бір қыз үйленсем 40 қыз түс көреді дейді қазақта. Сондықтан да осы қызға да Құдай қаласа жұғысты болып, бақытты бола берсін дейміз. Қандай тамаша. Ойғырмай біздің келіннің анасы. Былай сыртынан көрсек келіннің подружкасы сияқты. Тфай-тфай жас көріп кеткендері. Қандай ән? Бойында арысты. Вот Құдай, сол әнін айту керек. Или куплет, или қайырмасын айтсаңыз. Қалай? Ойғырмай, Құдай даусыңыз күшті ғой. Ана ұйқым келмейді деген істемес пайда олар. Өзіңізге қандай керемет сыйлық шапалақ ұрып қол соғып шығартылады. Молодец. Супер.
Құдаша, өлеңді заказ айтқан жоқсыз ғой? Сол үшін бір жұмбақ жасыра салайын. Оңай жұмбақ па, қиын жұмбақ па? Оңай. Бірге бірді қоссаң қанша? 2. Дұрыс, құдалар қандай тамаша. Әкпе, айтамадыңыз ғой бір жұмбақ. Не ғой? Қытайдағы Чинлань көшесі қай көшемен қиылысады? Кредитіңіз жоқ ма деймін. Дейіңізде күшті. Атыңыз кім? Меруерт. Қандай ән? Ай-яй-яй-яй. Вот. Оставлю. Ай-я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 й, оставлю. Болайы, оставлю. Аңғардым. Ничего, бір жұмбақ жасырамыз. Жұмбақ. Не ғой? Қандай адам темекісін до конца шекпей жерге тастай салады? Темекісін соңына дейін шекпей, ортасына келгенде жерге тастай салады. Қандай адам? Білмеймін. Ақымақ адам шығар. Жоқ, логика керек қой. Қандай адам? Міне, қандай адам? Масанам. Әбден түбіңізге жеткен ау деймін басында. Жоқ, қандай адам? Қандай адам темекісін соңына дейін шекпей, тығылып салып барған адам? Өз-өзіңіз айтып жатсыз ау деймін. Жоқ, қандай адам? Қазір. Міне, қандай адам темекісін соңына дейін шекпей, мұрты бар адам. Вот, дұрыс. Нағызда шексен өртеніп кетсе лап өтсін масқара. Мұрты бар адам. Молодец. Вот логика. Түсіндіңіз ғой, е? Рахмет. Тойдан қайтсын бара беріңіз. Келесі музыка. Қандай қадеша келіңіз ортаға. Ойбай. What? Рахмет. Сәлеметсіз бе? Тойға матыс кірмей келгенсің, шашыңызға келіп. Атыңыз кім? Ария. Қандай ән? Балқариша. Қыз еді. Балқариша. Дұрыс. Қазір не ғой? Бір жұмбақ жасасайшы. Жұмбақ. Патша бар ғой, патша. Сол кімнің алдында өзінің коронасын шешеді. Бірақ адамның алдында шешеді. Анасының алдында. Анасының ішіне индийский жібердіңіз ғой, ондай емес. Логика, тыңдаңыз. Міне құда бала, тыңдаңыз. Міне, патша кімнің алдында өзінің коронасын шешеді? Шаштарардың алдында. Вот, шаштарының алдында. Балалар, елім кетейін. Öyle oluyor, sізге şeyler öldürün. Ne olmaya koyun, şuna gelin. İşinizden aldığınızı görüp tadına bırakırsın şey. Вот, да, сұмдық рахмет. Жа құда балаға арнайы жұмбақтың жауабын тапқан құда балаға. Рахмет құдыреге. Бомба ойнайсың. Үйленесің, ойнайсың. Үйленген. Молодец, спасибо, настроение жоқ. Беріп жаңағы. Күйеу болған атынан. Баняда тақылғыш деймін үшін жоқ. Қай жеріне шығарып кірмейді. Ладно. Кірмей тұрып берген шығарсың енді. Қалғаны қосыла ма? Онда сүйреткен сүйік кәні ортаға